Эль Классико екі команда кездесіп, Барселона жеңетін матч. Реал соңғы жылдары бұл үрдісті тоқтатып еді, бірақ биыл Барселонаға әлі келмей жатыр. 2023 жылы екі Эль Классико көрдік. Екеуінде де Барселона жеңді. Біріншісінде Барса корольдік клубты Испания супер кубогынсыз қалдырса, енді кубокта да жарыс жолынан шығарып тастауы мүмкін. Бәріңе сәлем, бұл екінші тайм арнасы. Мен Есет Төлеш. Бүгін Испания кубогының жартылай финалында өткен Реал Мадрид Барселона матчы туралы айтамыз. Қызық деректер, статистикалар мен түрлі пікірлер. Барселона автобус қойды ма? Анчелотти неге Барса жеңіске лайық болмады деп санайды? Матчта қандай рекордтар тіркелді? Бәрін айтамыз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге солай қолдау көрсете аласыздар. Бұл осы маусымдағы 3-ші Эль Классико болды. Қазанда Ла Лиганың бірінші айналымында Реал өз алаңында Барселонаны 3-1 есебімен жеңген. Ал биыл қаңтарда Испания суперкубогының финалында Барса есе қайтарды. Осылайша 3-ші Эль Классико алдында есеп 1-1 болып тұрды. Мадридтегі ойын алдында жанкүйерлер бір акция бастады. Негрейра ісін білетін боларсыздар. Каталониялық клуб Испания төрешілер комитетінің вице-президенті Хосе Мария Энрикес Негрейраға ақша төлегені белгілі болған еді. Соны ескеріп, Реал жанкүйерлері ойын алдында Барса президенті Жоан Лапортаның суреті салынған банкноталар лақтырып, федерацияда жемқорлық бар деп ұрандатқан. Ойын кезінде де жемқорлыққа қатысты ұрандар айтылды. Барселона Мадридке керемет көңіл күймен келді деп айта алмаймыз. Левандовски, Дембеле, Педри жарақатына байланысты ойынға қатысқан жоқ. Оның үстіне осы матч алдында Ла Лигада Альмериядан жеңіліп, Еуропа лигасында Манчестер Юнайтедке жол берген. Матчтың өзіне келер болсақ, Реал бірден қысым жасап, Барса қақпасына жылдам гол соқты. Бірақ Бензема офсайдта қалды. Ал бірінші таймда ең көп талқыланған сәт футбол емес, күреске көп ұқсап кетті. Винисиус Френки де Йонгты нағыз балуандарша қазақ күресінің стилінде жықты. Сол үшін сары қағаз алды. Бірақ сол сәтте Виниге қызыл қағаз көрсету керек дегенде пікірлер айтылып жатыр. Сіз қалай ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз. Сөйтіп жүргенде Барса есеп ашып кетті. Каталониялықтар бірінші таймда бір ғана соққы жасады. Соны голға айналдыра алды. Камавинганың қателігінен кейін кессе ұрымтал тұсқа шығып соққы жасады. Куртуа құтқарды. Бірақ доп Милитаоның аяғына тиіп, Реалдың қақпасына кіріп кетті. Бұл Эль Классико тарихындағы 13-ші автогол болды. Оның 9-ын мадридтіктер соққан. 21-ші ғасырда Реал ойыншысы Барселонаға көмектесіп, өзі қақпасына 3-ші рет гол соғып отыр. Милитаоға дейін Иван Эльгара мен Рафаэль Варан автогол соққан. Екінші таймда Барселона есеп ұстауға көшті. Допты Реалға беріп қойды да қорғаныста ойнады. Мадридтіктерден Винисиус, Модрич, Карвахаль, Камавинга, Родриго соққы жасап жатты. Бірақ ешқайсысына дәлдік жетіспеді. Бір қызығы Барселона есепті еселеп кетуге жақын болды. Левандовски жоқта шабуылдағы жұмысты өз мойнына алған кессе, тағы бір соққы жасады. Бұл жолы Реалды Ансу Фати құтқарып қалды. Осылайша Хави шәкірттері бірқатар көшбасшысы болмаса да Мадридте жеңісті жұлып әкетті. Бұл ойында Марк Андре Тер Штеген мүлдем сейв жасаған жоқ. Неге? Өйткені Реал футболшылары оның қақпасына тура соққы жасай алмады. 13 соққы, бәрі айдалаға кетті. Ал Барса 4 соққы ғана жасады, бірақ екеуі қақпаға дәл барды. Реал былтырда осындай жағдайға тап болған. Чемпиондар лигасының 1-8 финалындағы PSG-ға қарсы алғашқы ойында Реал Донарума қақпасына тура соққы жасай алмап еді. Кейін қарымта ойын қалай аяқталғанын білесіздер. Тағы бір қызық дерек, Реал допқа көбірек иелік етті. Бұл Эль Классикода көп бола бермейді. Матчтың 65%-ға жуығында доп Реал ойыншыларында болды. Бұл 2013-2014 жылғы Эль Классикодан бері ең жоғарғы нәтиже. Корольдік клуб сапында Тони Кросс үздік болды. Оның ойыны 8-2 пайға бағаланды. Ал ең нашар ойыншы болып Начо танылды. Рюдигер, Вальверде мен Модрич 7 пайдан жоғары алған. Ал Барселонаның 7 футболшысы 7-ден жоғары пай еншіледі. Үздіктер Кунде, Алонсо мен Бускетс. Ең нашар ойыншы бір қызығы Кессе болыпты. Себебі ол шабуылға жақсы араласқанмен қорғаныста сенімді болмады. Бұл ойында Эль Классико рекорды тіркелді. Бускетс Эль Классикоға ең көп қатысқан футболшы атанды. Барса мен Реал текетіресіне ол 46-шы рет қатысты. Сөйтіп Серхио Рамос пен Мессидің рекордын бұзды. Сондай-ақ Бускетстің еншісінде тағы бір рекорд бар. Ол Эль Классикода ең көп жеңіске жеткен футболшы. Кеше ол 22-ші мәрте жеңді. Бұл көрсеткіш бойынша Реал аңызы Франциско Хентодан озды. Біз маңызды басымдыққа ие болдық, бірақ алда қарымта матч бар. Бұған дейін 2 рет жеңіліп, бірнеше ойыншымызды жоғалтып едік, бірақ команда ойынды жақсы бастады. Біз жеңіске жеттік. Қарымта матч алдында шағын басымдығымыз бар. Хави де қазір жарап тұр. Ол Барселонаның бас бапкері болып келгелі Анчелоттидің Реалымен 5 мәрте кездесіп, оның 3-еуінде жеңіске жетті. Дағдарыстағы Барсамен 3 жеңіс өте тамаша нәтиже. Өте жақсы нәтиже. Алда қарымта матч бар, бірақ бүгінгі жұмысымызға ризамыз. Реалға өз алаңында көп нәрсе істетпедік. Бүгін 89-ші минутқа дейін ештеңе жасай алмады. Командамызға алғысым шексіз. Соңғы уақытта команда бір тұтас жұмыс істеп жүр. Қарсыластың айқын мүмкіндіктері болмады. Бірақ бізге осылай басым болуына жол бермеу керек. Ойынға емес, нәтижеге көңіліміз толады. Ал Анчелоттиге Барса тым қиын қарсылас. Папа Карло өзінің карьерасында Барселонамен 17 рет кездесті. Оның 6-ында ғана жеңіске жете алды. Бірақ кеше Реал жеңіліске лайық
болмады деп санайды. Өте жаман нәтиже, біз оған лайық болмадық, себебі жақсы қарқынды ойнадық. Барселонаға ойындағын істетпедік, олар өте төмен қорғанды, ал біз жоғарыдан қысым жасадық. Бұл тұрғыда матч жақсы болды, бірақ шабуылды түйіндеу кезінде сәттілік жолдас болмады. Шабуылдар ұйымдастыру қиын болды. Барселонаның қорғанысы мықты. Біз көп шабуылдадық, бірақ гол соға алмадық. Реалдың бас бапкері дәл осындай ойын болса қарымта матчта мүмкіндіктер бар деген сенім білдірді. Мадридтің футболшылары да тура сондай пікірде. Тибо Куртуа матчтан кейін былай деді: біз ойында басым болдық, олар жақсы қорғанды, жолымыз болмай гол жіберіп алдық. Мен сейв жасадым, бірақ доп Милитаоның аяғына тиіп кетті. Олар жеңіске лайық болған жоқ. Барселона екінші тайм бойы қорғансызда ойнады. Жанкүйерлер Барса автобус қойып тастады деп айыптап жатыр. Бұл Хавидің тактикасы ма, әлде Реалдың қарқынына төтеп бере алмады ма, белгісіз. Хавидің өзі автобус қойыңдар деп айттым демейтіні анық. Бірақ Хавидің басқа малы болды ма? Шабуылда Левандовский жоқ, алаң ортасында Педри болмады. Сондықтан Хави әлсіреп қалған құрамнан максимум нәтиже шығарды. Ойын алдында ол бүгін Манчестер Сити емес Хетафе болуымыз керек деп бекер айтқан жоқ. Былтыр Сити көп шабуылдап Реалдан жеңіліп қалған, ал Хетафе қорғанысқа жатып Реалды 1-0 есебімен жеңгені есімізде. Негізі командалар осындай ауыр матчтардан кейін мінезді бола түседі. Кішкентай Гави еңгезердей қарсыластарымен теке тіресіп жүр. Араухо жарға құлағы жастыққа тимей Винисиустан бір елі қалмады. Кейде осылай мінезбен келген жеңіс 5-0-ден де артық. Ал Реалға өз шабуылдарын голға айналдырып үйрену қажет. Ливерпульді 5-2 қылып жеңгеннен кейін 2 сәтсіз матч өткізді. Атлетико қақпасына 18 соққы жасап, 1 гол соқты да ұпай бөлісті. Ал кеше Барселона қақпасын 13 рет нысана қалды да жеңіліп қалды. Реалдың кей ойыншысына, кейбіріне өз эмоциясын тізгіндеуді үйрену қажет. Себебі өзінің ғана емес, команданың көңіл күйіне әсер етуі мүмкін. Қалай дегенде де Реал осы маусымда өз алаңында алғаш рет жеңіліп отыр. Жалпы Реал Испания кубогында өз алаңында Барсаны 53 жылдан бері жеңе алмай жүр. Осы уақыт ішінде 3 рет жеңіліп, 3 рет тең түскен. Бірақ бұл осы маусымда біз көретін соңғы Эль Классико емес. Бұл трилогияның басы ғана. Себебі Барса мен Реал бір айдың ішінде 3 рет кездеседі. Қызық енді басталайын деп тұр. Алдағы 2 ойын Барселонаның стадионында өтеді. Ал Реалдың Камп Нудағы нәтижесі жаман емес. Соңғы 10 ойынның нәтижесі осындай. Реалда 4 жеңіс, 4 ойын тең аяқталды және Барса 2 рет қана жеңіске жеткен. Келесі ойын 19 наурызда өтеді, Ла Лига аясында. Қазір Барселона Реалдан 7 ұпайға озып тұр. Егер Реал Камп Нууда жеңіске жетсе, командалардың арасы 4 ұпай болады. Демек, маусым соңы тартысты өтеді. Екі команда да ұпайға таласып, бұрынғы кездердегі бәсекелестік оралады. Ал 5 сәуірде Испания кубогының жартылай финалындағы қарымта матч күтіп тұр. Финалға кім шығатыны сол кезде белгілі болады. Дәл қазір әлі ештеңе шешілген жоқ. Себебі Барселона кубок аясында өз алаңында Реалды сонау 1997 жылы жеңген. Содан бері Реал 3 рет жеңіп, 2 рет тең тарқасқан. Сондықтан чемпионатта да, кубокта да бірдеңе шешілді деуге әлі ерте. Бүгінге осы шығарылым соңында бір сауалнама жүргізейін. Ертең футболдан Қазақстан чемпионаты басталады. Қазақстан премьер-лигасындағы әр турдан соң осылай кішігірім шолу жасап отырсақ, сізге қызық бола ма? Қызық болса пікірге жазып ойыңызды бөлісіңіз. Осыған байланысты сауалнаманы 2-ші тайм Telegram арнасында жүргіземін. Төмендегі сілтемеге өтіп жазылып қойыңыздар. Әр шығарылымды жіберіп алмау үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, қолдау көрсетіп қойсаңыздар артық етпейді. Сау болыңыздар.